Бүгін біз Құрманғазы ауданы, Атырау облысы Құрманғазы селосы ғой да? Иә, ауданы. Құрманғазы селосына келіп отырық. Осындай бір жанұяға келіп отырық қазір. Ат жөндерін айтып таныстырар. Сіздің шақыртуыңызбен келіп отырық қой, апай. Ат жөніңізді таныстырыңыз. Ат жөнім Жангалиева Шолпан, Ескішенімнен. Құрманғазы ауданы тұрғынысыз. Құрманғазы ауданы тұрғынымын. Осы жолдасыңыздың осы жұмыста жүріп, қызметте жүріп, травма алғаны бойынша хабарласып, сол бойынша біз шақыртып отырсыз, солай ма? Иә, солай шақыртып отырған. Еңбек қауіпсіздігі сақталмай жұмысқа жұмсаған. Енді мына ағамыз қазір бір жылдан бері жатыр ғой төсектарда. Жылдан Иә. Еңбекке де жарамсыз болып, денсаулығынан да айырылып. Аға, өзіңіз таныстырып айтыңыз. ат жөнім. Ат жөніңізді. Атым Сынабек Душанов Мусаевич. Досжанов Сыналбек Мусаевич. Сынарбек. Сыналбек. Сыналбек. Қай жылғысыз? 63. Енді биыл пенсия жасыңыз ғой? Не жасыңыз? Енді болған жағдайды айтыңыз. Қызмет көптен жасайтын бедіңіз, қайда жасадыңыз? 2016-тан бар істеймін. Қайда жасадыңыз? Әкіметте. Құрманғазы аудандық әкімдігінде жасадыңыз, да? Жұмысшы болып, дворник. Постоянно ғой, да? Постоянно. Содан? Қалай? 2025-те шарқатымын теректі кешірінде. Еріп болып, веткін шыттыра отыруға, веткісі болды. Басқанда аяқтай тұру, адам үлкен мәнесі. Енді оған еңбек қауіпсіздігін сақтайтын... Андай жоқ, сақтаған айтқан жоқ. Сақуы жоқ, үлкен жоқ. Бірінші кезде келгенде, айтты ғой, бір келгенде, үйде сейсман, антасында керек кешесін, жесін болды. Ол жоқ етті қалды. Құралды да жоқ. Берген құралды жоқ, құралды қылсы. Жүлесіне көтінеді. Ол шарқынасында, анасында. Еңбек қауіпсіздігін сақтайтын ол тал кесіп атырып құладыңыз ба? Тал кесіп болып түсіп жатқанда аяқтап тұрады. Акиматтың басшылары жіберді ғой да енді? Айтты болдым. Кесіп? Кесіп айтты ғой. Кесіп атқанда болып атқан жағдай ғой? Кесіп түсіп болдым деп өлчеметтің күймен келіп түсіп ақтырып еттің басып. Енді қазір нешінші группа инвалид? Бірінші топ. Бұл июньнің 12-сі 25 жылы тағайындалды. Қанша постоянкаға ма? Жоқ, 2 жылға тағайындалды. 27-нің июньнің 12-сіне дейін. Тек қана қазір тек группамен отырып. Производственный ештеңе төленген жоқ. Онан бері акиматтан да адам хабарласқан жоқ. Болғаннан кейін ба ешқандай? Болғаннан кейін былай хабарласып жүрді де, жаңағындай соны былтыры тек. Жайлап ұзай берді дейсіз. Жайлап бізден ұзай бастады уже. Жаңағындай. Құрманғазы аудандық әкімдігі, да? Әкімдігі, иә. Осы күні бүгін хабарласып отырмын тек қана. Өзіңіз ба, олар ма? Өзім бардым аяқтай. Олар хабарласқан жоқ? Жоқ, олар хабарласқан жоқ маған. Тек өзім бардым кеше бүгін. Заңгерге де, аппарат басшысына да. Енді мына кісі пенсияға шығады ғой, қалай болады, производственный. Қанша қалды пенсияға заңды шығатын? Заңды шығатын жасы осы келесі айдың 28 августыде. Биыл шығу керек бұл кісі, зейнет жасы. Енді сонда 1 жыл жарымның производственный травма алған пособиесін төлемей отыр ғой? Төленген жоқ, вообще. Сосын ана менің... Акиматтың жанынан төлеу керек қой? Иә, сол қалып қойып отыр ғой. 18 айдықын төлеу керек қой? 18 ай ма? Дым төленген де жоқ, сосын менің өзім жүріп тұрғаным, мына кісінің Астанаға кетіп жатқаны, келген бүткіл материальный нелердің бәрін ештеңе төленген жоқ. Астына матрасы бар, аяғына орағаны бар, памперс вообще. Барып келу шығын бәрі өздеріңізден? Бәрі өзімнен болды, бәрінің чегі тұр қазір. Неде, сақтаулы тұр.
еңбек инспекциясына, Атырау облысында еңбек инспекциясы бар, жаздыңыздар ма оған? Оған жазылды, айтылды, адамдар табылды деді, бірақ 95% бұл кісі еңбекке жарамсыз деген қағаз бар. Біреуін акиматқа тапсырдым, былтыр біреуі өзім қолымда тұр. Енді еңбек инспекциясы деген сол еңбек қауіпсіздігін қадағалайды ғой. Бұлар акиматта ешқандай техника безопасности 5 жылға дейін жүрмеген. Завхозда өтпеген, бұл кісінде өткізбеген, келген завхозда өтпеген. Мына киім кешек ештеңе дымда жоқ. Ана баспалдақ дейміз ғой, лестница. Дымда жоқ. Сосын екіншіден енді былтыр 2025-те болған оқиға болса, 2025-те бұл кісі деген 62 жаста болды ғой. 62 жастағы енді үлкен ақсақал ғой мысалға. Бұл кісіге енді талға шығаруға бола ма бұндай адамды? Болмайды ғой. Енді сол жас бала емес мысалға. Айтылған сол кісі не қарапайым әлгі айтылған әңгіме, соны бір орындайым деп шыққан енді. Сол күні сол талдан құлап келатырғаным жаңа камерадан кім Ердешев, Данияр көрдік, қайнапам екеуі. Көрсетпейін деді, бірақ көреміз деді. Қалай құлады. Даже бұл кісі құлап 25-ші жылдың 22 январында құлағанын маған тіпті больницаға барғаннан кейін барып естіртті. Оған дейін білмейсіз? Білмеймін, ана Сапаров Еркін деген электрикпен, сосын ана завхоз. Оған дейін мен білмеймін. Еще келіп бар, оларда милиция тұрды. Бірдеңе жазып бер дейді, мен түсініктеме жазбаймын дедім. Бұл кісінің не болғанын мен білмеймін деп айттым. Оған дейін маған ана акимат өзі сары немен былай қошап түсініктеме жаздырып керегінше бұрмалайын деген ғой өздері. Иә, мен жазбаймын деп кетіп қалдым. Осы уақытқа дейін ештеңе жазған жоқсыз ғой да? Жоқ, былай неге жазылды ғой, осындай жағдай болды деп, былтырғы несі жатыр ғой, ұрығыды да. Полиция бұны тексерді ме содан кейін? Содан кейін бір ретті, екі ретті келді білемін. Жаңағындай түсініктеме алып кетті ғой өзіне. Жоқ, акимат жақ тексерді ме негізі полиция? Тексерген болар, енді оны бізге айтқан жоқ, ондай әңгіме болған жоқ. Прокуратурашы? Прокуратурадан арыз берілді, адвокатым болды, арыз берілді, ол былтыр тоқтап қалған. Прокуратура тоқтап тастаған ба? Иә, іс тоқталып қалған өзі. Сонан бері акимат жұмысшылас. Ол енді кім болса да тиісті жазасын алу керек қой. Әрине. Жауаптылар жауапкершілікке тартылу керек қой. Жауапкершілікке тартылу керек. Низат енді 62 жасында 63-ке қараған шағында мүгедек болып қалып жатыр енді. Мүгедек болып жатыр, шауып жүрген жолдасым ғой енді. Иә. Неге төсекке таңылып жатыр ғой. Соны осы бүгін бардым мен кімге? Ердешев Даниярдың алдында болдым бағана. Жоқ, біздер мынау не істейміз, арыз жазылады. Тек қана азаматтық анау күш бермейді деді өзі. Іс тоқтап қалды енді болды. Тек қана азаматтықпен жаңағы айтылған әңгіме. Сонымен айтым, сонан кейін қамқорлық бола ма деді. Иә дейді ол, иә мен тек құтылғылары келіп отыр ғой. Мен бірақ айтып кеттім, блогер шақырып отырмын енді. Қалай болады, хабарласпайсыздар ма енді. Былтыр мен де ол кісіге қаттырақ кетіп қалғаным бар енді, бұлай сөз ретінде ғой, осы кісі үшін. Эмоциямен. Енді жаңағындай. Енді жолдасыңыз төсек тартып жатса, сіз айтасыз ғой, енді айтатыңыз, ішіңіздегінің бәрін айтпайсыз ба? Айтамын, мен айтып салдым да. Иә, сонда оның ешқандай сіздің тараптан артық кеткен ештеңе жоқ болар ол енді. Солақ қандай азаматыңыз. Сөйледің деп жатыр ғой, сөйледіңіз. Неге сөйлемейсіз енді, жағдай болып жатқанда. Қатаған қыста. Осындай жағдай болып жатқанда. 4 ай бойына мен жүрдім. Астанаға неше рет апарып келдің? Астанаға бір керең бар. Санавиация өзі алып кетті, областной больницадан. Мен қайнапам екеуміз тек пойызбен барып, пойызбен алып келдік кәдімгі. Пойызға жатқызып, носилка не дейді ғой, тракшный носилкамен салып берді, күн жарым бері жүріп больницадан. Оның скорыйында өзім жалдап алдым. 15 мыңға қағаз тұр. Қалада да жалдап алдық, 15 мың. Бәрі қаражатқа келіп тиісіп жатыр ғой. Осының бәрін шыққан шығынның бәрін өтеу керек қой. Өтеу керек. Жатқан уақытының бәрін. Полный жалақысы жүру керек қой, төлету керек жалақысын. Жалақы төлену керек, бағана мен айтқанымда 12 айға соғады. Мен айтым 80-90 мың болып 12 ай дейтін дейсі. Қалай болады деп. Қосымша мүгедектігі бар енді жатқан. Дейтін. Олар тек бізден құтылғысы келіп отыр ғой. Солай ғой енді. Солай ғой. Шама келсе
Шама келсе бүлдіреді сосын құтылуға. Құтылуға жұмыстанып отыр. И так былтырдан бері маған хабарласқан жоқ аппарат басшысы. Ешбір адам хабарласқан жоқ. Әкімге кірейін деп бардым, бүгін жиналыста деді. Сізді хабарласпақ түгіл, сізді көргісі де келмей жатқан бар бұл. Ол да солай болар енді. Өздерінше ойлаған сияқты, осы жабылған қалды енді, болды деп. Ол жабылған қазан Құрметті Атырау облысы прокуроры Мадияр Басшыбаев мырза, сізге мына Құрманғазы ауданында болып жатырған жағдайды жеткіземіз. Мына ағамыз Досжанов бұл да? Досжанов. Сыналбек ағамыз жатысы мынау, жасы 62-де осындай жұмыста жүріп, акиматта Құрманғазы ауданының әкімдігінде жұмыста жүріп, талдан құлап, ал енді 62 жастағы ақсақалды талға шығарып, тал кестіріп, мүгедек қылып тастап отыр ғой, айналып келгенде. Жатысы мынау енді 1 жыл жарымнан бері. Оның бәрін жауып тастаған, ісінің бәрін. Сотқа жетпеген. Сонымен қатар Атырау облысы еңбек инспекциясының басшысы Әубекелов Игілік мырза, мына істі неге тоқтатасыздар? Тоқтатпай, соңына дейін апарып сотқа жіберіп, прокуратурамен бірлесе отырып, жеткізіп, әділдікті жеткізіп бермейсіздер ме? Мынау енді болып отқан жағдайды енді. Біз жүреміз артынан, осының бәрінен. Біз шаршамаймыз, жүреміз. Бірақ әділдікті орнау керек қой. Президентіміздің заң мен тәртіп қағидаты, жаңа конституция қабылданып отыр. Енді біз бөркімізді аспанға лақтырып отырық қой. Жаңа конституция қабылдап отырық деп. Енді осыны орындатпаймыз да. Мынау не зат, жыл жарымнан бері адам жатқызып қойып, сергелдеңге салып жатыр. Ал біз келіп отырық шақырғасын. Сонымен қатар жергілікті Құрманғазы ауданының прокуроры сізге де жеткіземіз. Сонымен қатар Құрманғазы ауданының полиция бөлімінің басшысы Амангелді Ізмағамбетов мырза, қызметтеріңізге сәттілік тілейміз, жаңадан тағайындалып жатқан. Мына мәселені қайтадан көтеріңіз. Сізге дейінгі басшылар не істеп кетті, қараңыз, қайтадан түсініктемелерін алып, келіп алыңыздар тергеушілеріңіз, осы ағамыздан. Акиматтан алып, ары қарай прокуратураға бәріне жолдаңыздар. Мына болмайтын жағдай. Солай апал. Талабыңыз енді осы әділдікке жету ғой. Әділдікке жету менің талабым. Жетесіз бұйыртса. Біз хат түрінде де жеткіземіз ертең осы прокуратураға, осы жердің полиция бөлім басшыларына барлығына да жеткіземіз, еңбек инспекциясына. Сонымен ары қарай енді сен қозғалар. Естіп отыр ғой бәрі. Жақсы аға.